Алматыдағы мектеп-интернат. Қаладағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың бірінде түлектердің барлығы қатты қорқатын жайттар орын алып тұрады. Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдеп оқытатын мектеп түлектерінің бірі басына кешкен жайтты бір баяндап берді. Біздің мектептегі интернет жайында ел арасында түрлі әңгімелер бар. Вахтада істейтін апайлар, күзеттегілер көп тұрақтамай жұмыстан шығып кетеді екен. Өйткені көк пижама киген баланың елесі ғимаратта түнде кезіп жүреді дейді. Көптеген баланың тіпті көзіне де көрінген. Бізді бір күні мектептегі кітапханаға апарып жатқызды. 20 қыз үлкен бір бөлмеге жайғастық. Бір қызығы жарықты өшіріп көзімізді жұматынымыз сол-ақ екен. Пакеттер шықырлай бастайды. Көзімізді аша қалсақ қоя салады. Құтты біреу бізбен ойын ойнап тұрғандай. Бір қызығы бәрімізде бұл дыбысты естиміз. Кейіннен білдік. Бұл бөлмеде бір оқушы бала атылып қалған екен. Бір күні Маржан есімді қыз қатты шошып, біреу қылғындырғалы тұр. Қылғындырады деп айқайлай бастайды. Алланың аузын алып түсініксіз бірдемелер айта бастады. Бетінің бәрі тырысып қатты қиналды. Ертеңіне ата-анасы оны